Сіздерге Canva-мен жұмыс жасауды үйрететін боламын. Canva приложениесін білетін шығарсыздар деп. Play Marketке барып, Canva деп жазыңыздар. Міне осындай приложение шығады. Сосын соны скачать алғаннан кейін ішін ашасыздар да. Енді баннер жасауға болады, видео жасауға болады. Canva-ның дейтін мүмкіндігі енді өте күшті. Сосын бір жақсысы, біздер таргет жіберетін болсақ, яғни әрбір рекламаның өзінің размерлері болады. По размерім жүреді бұл жерде, қараңыздар. Мына жерде міне последний дизайн деп тұр ғой, мен сізге көрсетіп өтейін. Мынаның бәрі өзім жасаған дизайндарым бойынша нелерімді рекламамның мана көрсетіп жатқан дизайніне қараңыздар. Өзім жасаған не қараңыздар да. Так, бұл балаларға арналған витамин туралы жасағаным. Так, енді қараңыздар, мынау қараңыздар. Мынау тоже Facebookқа реклама адам шақыру үшін жасаған баннерім болатын да, міне қараңыздар. Балана керегін апер деп жерге солай жазып атқам, негізі бұл әлі бітпеген баннер. Так, енді қараңыздар, сосын мынандай баннер міне. Өзіңіз қалауыңыз бойынша жасап алсаңыз болады, әртүрлі алып баннерді да. Мынау енді чаттарға жіберген баннерім. Енді қараңыздар, былай төмеге түсе берсеңіз, мен баннерлерім өте көп жасаған. Так. Енді бұдан шығып кетейік та. Мынаның бәрі мысалы мен өзім жасаған баннеріне қараңыздар. Осы не арқылы жасаған, Canva арқылы. Сіздерде осылай неше түрлі методпен әртүрлі баннер жасай аласыздар. Ең басты көмекші құралдарыңыз ол әрине сіздердің осы Canva приложениелеріңіз. Міне қараңыз, мен чатқа жіберген мына баннерлерін көрдіңіздер ғой міне. Осындай әртүрлі әдемі баннерді қазір жасаудың үлгісін бір түрін көрсетемін сіздерге да. Енді мына жоғары жақтағылармен сіздерге таныстырып өтейін. Міне қараңыздар да. Мына главныйда тұр бізде, яғни последний дизайн деген ол мен жасап кеткен дизайндарым. Иә, мен жасап кеткен дизайным. Мына последний дизайн деген енді мынау публикация в Instagram деген, яғни Instagramда жүретін публикация. Яғни бұны біз баннер қылып жасай аламыз. Бұның ішіндегі мына әртүрлі показать все деп басайын. Міне әртүрлі нелер бар, методтар бар. Өзіңізге ұнағанын алып жасай берсеңіз болады, мысалға да, мына өшір ұнағанын алып. Қазір бұлар туралы тоже бір-екеуін көрсетемін да, ішіне мынау біреуін жасап көрсетемін, ішіме таныстырып өтейін әгөл. Сосын міне плакат бар, яғни әртүрлі плакаттар. Бұл енді плакаттар біздер көп, ондай қатты керегі жоқ. Сосын мысалға YouTube каналымен қазір тоже жұмыс жүргізуге, YouTube каналына арналған мынау аватаркалар, мынау Facebook, яғни Facebookқа арналған реклама шығаратын баннерлер әртүрлі. Твиттерде, әртүрлі данный барлығы бар. Енді осының ішіне кіріп кетсеңіздер, енді неше түрлі идея келе береді сіздерге. Сосын презентация әртүрлі. Сосын видео қылып жасауға болады. Не қараңыз, егер сіздерге видео керек болатын болса да. Маркетинг план бойынша жасағыларыңыз келсе, әртүрлі мына жерге көріп тұрсыздар, плакаттармен, популярный шығатын сертификат баннерлермен бар. Бұлар бізге қатты маңызды емес, бізге маңыздысы қазір сізге айтамын. Міне бізге маңыздысы шығып кеттік барлығынан. Для всех-қа барайық. Для вас дегенге барайық. Так, енді біз баннер жасауымыз керек Инстаграмға. Яғни Инстаграмның біздер өзіне таргет шығару үшін Фейсбукпен, яғни екеуіне таргет шығару, показать всемне баннер шығару үшін қазір баннер жасаймыз. Міне кірдік. Мына жерде әртүрлі үлгілері бар. Өздеріңізге ұнағанын таңдап алсаңыз болады. Мысалы мына жерде қазір мен бір ұнағанымды жасап көрсетемін да сіздерге. Мына платный дегендер, олар ақшамен жасалатындар. Ал мына бесплатный деп тұрады, олар енді тегін жасалатындар. Сіздерге тегін жасалатын баннер жасауға өте ыңғайлы. Себебі сіздер жаңағыдай осындай саламен айналыспайсыздар ғой, сондықтан сіздерге тегін келіп тұрған баннерлерді жасап үйрене берсеңіздер болады. Міне. Қазір мен бір өзіме күшті ұнаған бір баннер тауып алайын. Соны жасап көрсетемін сіздерге. Қазір негізі көбіне простой баннерлер жүреді, соны естеріңізде болсын, хорошо? Простой баннерлер. Чем яркий баннерден гөрі.
Так. Қазір шығып кетейін. Басқа бір баннерді қарап көрейінші. Так, мына загрузка керек емес маған. Так, мына менюға барайын. Так, главный. Публикация Инстаграм. Так, мынау осыған жасап көрейік та. Так, міне шықты. Так, мына жерге. Міне осылай басасыздар. Сосын міне өзіңізге керек сөз жазып бастай берсеңіздер мына жерге дейтін. Так, не жазсақ болады мына жерге? Мынаны алып тастадым. Былай істейік. Міне алып тастадым мен мында. Міне төменгі жақта қараңыздар. Плюс белгісі тұр ғой, сол жақта соны басасыздар. Басқан кезде мына жерде сізге қазір шығады. Міне элементы, галерея, загрузки, текст деп шығады. Міне текст дегенге барамда мен. Қараңыздар. Добавить заголовку деп басам. Сонда жирный мен шығады. Мана жирный болған жоқ қой. Міне. Енді мына жерге жазам. Так, мысалға табыс ақша деп жазуға болмайды. Мысалға жетістік өз қолында. Өз қолында. Мысалға мен неге мынаны жазып қойдым, жетістік өз қолында деп айтайын ба? Себебі, қараңыздар, былай ысыруға болады, и мына жерде цветін ауыстыруға болады. Жетістік өз қолында. Так, мына жерде шрифт размерге барып, мынаны бүйтіп кішірейтіп үлкейте аламыз да. Міне. Мынаны мен үлкейтуіме болады. Былайынан қазір ол үшін былай кішкене жылжытып алуым керек. Міне. Жетістік өз қолында. Мен қазір мынаны үлкейтемін, қараңыздар. Так, оны артықтарын мен былай тұрғанды удалить өшіріп тастаймыз. Артық нәрсе болса да удалить группу. Так, жетістік өз қолында. Так, үлкен әріпке ауыстырып жіберейік. Енді тағы да плюс белгісіне барам. Так, енді добавить заголовок деп басам. Так. Так, табысын жоқ па, маған кел. Или ақшан жоқ па, маған кел. Ол үшін ақша дегенді біз ақша деп жаза алмаймыз, білесіздер ғой. Егер өйтіп жазатын болсақ, бізді Facebook блоктап тастайды, сосын біз вообще таргет шығара алмаймыз. Міне,
ақша деп осылай жазсақ болады. Міне ақша. Енді қазақша әріпке кіріп аламыз да, міне жоқ па, ақша жоқ па, шешім бар дейік. Ақша жоқ па, жоқ, ақша жоқ па, маған кел дейік. Жақсы, маған кел. Ақша жоқ па, маған кел. Міне ысырдық, шығардық, размері. Ақша жоқ па, маған кел. Так, мынаны былай қойдық. Төменсірек та. Ақша жоқ па, маған кел. Тағы да плюс белгісіне барамыз. Міне добавить заголовка барамыз. Жоқ, добавить подзаголовкаға барайық. Кішкентайлау болу керек та. Так, саған. Так, 100.000 теңге дегенді былай бір, сосын мына 0 бар ғой, кәдімгі о деген, соны басамыз. Міне. Сонда біздің неміз жазғанымызды оқи алмай қалады. Түсіндіңіздер ғой, кішкене осылай не істейміз. Откровенно жазуға болмайды. Мен мысалға 0-дің орнына о деген әріп салып отырмын. Осылай сіздер жазасыздар. Саған 100.000 теңге. Мысалы, мына аны ағылшынша а салып қойыңыздар, міне шатасу үшін. Міне табуды үйретем. Так, енді бұның цветін ауыстыру керек. Бізде цветы деген бар, сол жерге барамыз. Енді қарай қандай цвет қойсақ болады. Сол қара, табуды үйретем. Көк. Жоқ, мынаны біз черный қылайық, онан черный қылып қоя берейік, сосын ананы ауыстырайық жоғарыдаған. Міне. Мынаны тағы да астыға түсіріп жіберейік. Әдемі баннер шығып жатыр ма? Әдемі баннер шығып жатыр. Көрдіңіздер ғой, міне. Сосын так, мына жерде мынау артық тұрған зат алып тастайыншы осылай. Жетістік өз қолында дегенді қызылмен қояйық. Так, цветке барайық. Жоқ, қызыл ашпай қалды ма? Вот так, мынаған барайық та. Ақша жоқ па, маған кел. Саған 100.000 теңге табуды үйретем. Сосын көк тұрған жерге подробнее деп жазсақ болады. Жоқ, мынаны үйлеуші алып тастайын. Тағы да жирный емес, добавить заголовок. Жирныймен жасаған жақсы көрінетін қылып та. Міне подробнее. Бас. Қалай? Жақсы болып шықты ма? Міне күшті. Осындай баннер жасайсыздар. Енді оны мына жерге барған кезде төменгі стрелка тұрады. Міне осыны басасыздар. Өздеріңізге загрузить етіп аласыздар. Міне. Так, X басып түсеміз. Болды, мынау бізге сақталған болу керек. Так, сақталған қалай қараймыз? Қазір мен міне кірем. Мынадан шықпаймын. Сіздердің жаңа реклама үйретіп отқан не қайда, чат қайда? Так, реклама үйретіп отқан чатқа кірем қазір. Міне. Кіремін. Осы жерге жіберем. Міне көрдіңіздер ғой, сақинат етілген. Осындай баннер жасап үйренесіздер. Canva'дан неше түрлі баннер жасауға болады. Идея келген сайын жасай беріңіз, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Мен жасай алмай қалдым, түсінбей жатырмын деп жүрмеңіздер.